Қазақ халқының ұлы билері. Орта ғасырда сот билігінде билер төрелік еткен. Би сөзі халықпен сайланған қазы, төреші деген мағынаны білдіреді. Билердің қатысуымен қазақ халқының жеті жарғы деп аталатын әдет ғұрып заңы шығарылды. Бұл заңды барлық қазақ халқы ұстанды. Билер заңды жақсы білді және шешендік өнер иесі де болды. Қазақ халқының ұлы билері қазақтың 300-нің биі де болды. Төле би ұлы жүздің биі, Қазыбек би орта жүздің биі, Әйтеке би кіші жүздің биі. Қазақ халқы жоңғар шапқыншыларына қарсы соғысты. Бұл соғыс 100 жылдан аса уақытқа созылды. Жоңғарлар қазақ жеріне шабуыл жасап, ауылдарды тонады, тұтқындар алды, малдарды айдап кетті. Қазақ халқының дана билері 300-ді біріктіріп, халықты бірлік арқылы жеңіске жетуге шақырды. Дана билердің ақыл кеңесінің арқасында ру ақсақалдары, сұлтандар мен батырлар бірікті. Әбілқайыр ханның басшылығымен 300-нің әскері бірігіп, Анрақай шатқалында жауды жеңді. Бұл соғыс тарихта Анрақай шайқасы деген атпен қалды. Шайқас қазақ жерін жоңғарлардан азат етудің бастамасы болды. Төле би ақылды, әділ би болған. Бала кезінен қанатты сөздер, өлең жазған. Оған хандар мен сұлтандар маңызды мәселелерді шешуде жүгінген. Төле би көршілес елдерге қарап, халықты отырықшылыққа шақырған. Қаз дауысты Қазыбек би бала кезінен бастап шешендігімен көзге түскен. 19 жасында өзінің батылдығы мен шешендігінің арқасында жоңғарлардан тұтқындарды босатып, олардың тонағанын қайтарды. Жоңғар басшысы оның шешендігіне таң қалып, қаз дауысты деп атаған. Әйтеке би бала кезінен бастап шешендігімен әрі тапқырлығымен көзге түскен. Әйтеке би әділ әрі ақылды би болған. Ол аса сирек кездесетін шешендік өнер иесі, беделді атақты батыр болған. Ежелгі Сайрам қаласын босатуға қатысқан. Жүздеген жылдар өтсе де, қазақ халқы тәуелсіздік пен бірліктің символы болған бабаларын құрметтейді.